Бауырсаққа, қатпарлы самсаға арналған тоң май дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге малдың ішкі майы керек болады. Осыны іш майын 4 бұрышты етіп ұсақтап турап аламыз. Арасында осындай бездері болады. Оны алып тастаңыз. Кез келген ыдысымызға салып, барлығын қатты отта қыздырып қуырып алатын боламыз. Өзінің майы шығады, ешқандай май құймаймыз. Осылай майымыз өзі еріп, қызарып, қуырылғанша майымызды қуырып алатын боламыз. Қуырылған майымызды бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді қалған сұйық майымызды арнайы ыдыстарға құйып, салқын жерге шығарып қоямыз. Майымыз қатқаннан кейін пакеттерге салып, тоңазытқышқа сақтаймыз. Кез келген уақытта бауырсақ пісірген кезде сұйық маймен бірге араластырып осы майды қосып жіберсеңіздер, сіздердің бауырсақтарыңыздың майы шылқып тұрмайтын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын. Және менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыз, өте оңай, жеңіл рецептермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Және бір жасағаннан сәтті шығатын рецептер, міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыз.